Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге сатылымға жасап жүрген қаттамамның рецептісін ұсынатын боламын. Полуфабрикат ретінде морозилкіде 3 айға дейін сақтап қатырып сатсаңыз да болады, немесе дайын өнім ретінде пісіріп сатсаңыздар да ең керемет рецепті ұсынатын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Електен өткізілген ұнымыз және сарыағаш, бір жұмыртқа және біраз қасық тұз қажет болады. Алдымен ыдысымызға 500 грамм сарыағашымызды құйып, оның үстіне біраз қасық тұзымызды саламыз. Және де бір жұмыртқамызды шағып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз толықтай еріп кетуі қажет, осындай аппақ көбік болып шығады. Енді осының үстіне ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Сарыағашты, яғни газдалған суды таңдаған кезде осы түрін алуға кеңес беремін. Бұл түрі толық 1500 грамм шығатын болады, яғни 3 рецептіге жететін болады, 3 бөліп жасауға. Бірақ та бір ашқаннан кейін барлығын пайдаланып тастаған жөн, себебі әр ашқан сайын газы шығып кетеді. Міне осындай қатты қамыр болып шығады. Біз басқа артық ештеңе қоспаймыз, көрсетілген мөлшерден осы қамырды барынша күш сала отырып илейміз. Яғни қатты қамыр шығады. 20 минут көлемі өтті, мінекей біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді салафан пакетімізге салып, жарты сағат бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Оған дейін 200 грамм сары майды ерітіп аламыз. Қамырымыз дайын, мінекей жарты сағат өтті. Енді осы қамырды екіге бөлеміз. Үлкен зуала болып шығады. Егер де үлкен зуаламен қамыр жай алмайтын болсаңыздар, 3 бөлікке де бөліп жаюға болады. Жиырма минут көлемінде тағы да бөлме температурасына қалдырамыз. Қамырымызды алып, алдымен қолымызбен жайып аламыз, содан кейін оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырдың жаю барысын көрсетпеймін толық, себебі арнамда қамыр жаюдың видеосы бар, соны қарап алсаңыздар болады. Мінекей осындай жұқалықта үлкен қамыр, яғни зуаламыз жайылатын болады. Осының үстіне ертілген сары майымызды жаңағы сеуіп, айналасының барлық жеріне жағып аламыз біркелкі. Содан кейін оның үстіне көк пиязымызды себеміз. Бір зуалаға бір көк пияз кетеді. Барлығын салып болсақ, енді үстіне аздап қана ұнымызды себеміз. Бұл не үшін? Бұл қатпарлары бөлек-бөлек болып көрініп тұру үшін. Енді оқтауымызға жинаймыз, ауа кетіп қалмайтындай. Астына осындай ковригімізді қойып кесетін боламын. Дәл ортасынан теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Осы бөлінген бөлікті 6 бөлікке бөлеміз, яғни әрқайсысын 3-3-тен. Шетінен бастап орайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Оралған қаттамаларымызды холодильникке кемінде 20 минутқа қою қажет, себебі біздің жағылған сары майымыз бір-біріне сіңіп, қамыр демалуы қажет. Салафан пакетке салуды ұмытпаңыздар. Екінші қамырымызды жайып алғанша тұратын болады. Мінекей, енді қамырымызды екінші жайып алғанша осы қаттаманы холодильникке салып қойдық. Екінші зуаламызды жазып болғаннан кейін оны холодильникке салып, манағы бірінші қамырымызды мінекей шығарып жаятын боламыз. Сол кезде майы кішкене қатыңқырап, жаюға ыңғайлы болады. Өте қатты жұқа қылып жібермейсіздер, орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Барлығын мінекей осы реттілікті сақтай отырып жайып аламыз қамырымызды. Енді пищевой пленкамызды шығарып, әрбір жайылған қаттаманы осы пищевой пленкаге ораймыз. Яғни ауа кірмейтіндей етіп, барлық жерін жауып. Бұл қаттаманы 3 айға дейін сақтауға болады морозилкіде. Қажет кезде шығарып
пісіріп тұтынсаңыздар да болады, немесе заказға жасасаңыздар да болады. Бастапқы кезде рецепті жасау өте қиын болуы мүмкін, бірақ та 1-2 рет жасағаннан кейін қолдарыңыз үйреніп ашылатын боласыздар. Сондықтан осы жаңағы рецептпен жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Әрбір оралған қаттаманы бөлек-бөлек осылай оралған қаттаманы сатылымға шығарып дүкен сөрелеріне қойсаңыздар да болады, немесе дайын өнім ретінде пісіріп сатсаңыздар да болады. Морозилкідегі ыдысымызды шығарып, енді қатыратын боламыз. Қатқан күйінден бірден жаңа пісіру жолын мен сейсенбі күні арнама шығаратын боламын. Видеоның келесі бөлімін күтіңіздер. Ол кезде мен қалай дұрыс пісіру керек және қалай сату керек жөнінде айтатын боламын. Мінекей осындай әп-әдемі әрі дәмді қаттаманың рецептісін сіздерге ұсындым. Қаттаманың пісірудің құпиясын келесі видеомда бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Замира. Сау болыңыздар.